Отандық әнші Бақыт Шадаева осыған дейін Базарлайк бағдарламасында Димаш Құдайберген жайлы пікір білдірген болатын. Желіде әншінің видеосы тарап кеткеннен кейін Бақыт Шадаева Instagram парақшасында осы жағдайға байланысты жазба жариялады. Димаш туралы айтқан сөздерімді талқылаудың орнына елімізде болып жатқан маңызды мәселелерге назар аударғым келеді. Біздің бәріміз азамат ретінде өз пікірімізді білдіруге құқығымыз бар. Мен әр түрлі көзқарастарды шын жүректен құрметтеймін. Сұхбат барысында ешкімді ренжіткім келмей, жай ғана өз ұстанымымды білдірдім. Елімізге қатысты нақты мәселелерге тоқталайық. Барлығымызды бірігіп, қоғамымызда оң өзгерістер жасау үшін белсенді іске кірісуге шақырамын. Менің пікірім абсолютті ақиқат емес, мен басқа дәлелдер мен көзқарастарды тыңдауға дайынмын. Өзара сыйластық пен түсіністікке негізделген диалог құрайық, деді Бақыт Шадаева. Сонымен қатар әнші көпшілікке өзін Димашпен салыстырмауын және екеуінің әр түрлі жетістікке жеткен жандар екенін айтты. Мені Димашпен салыстыру маған ақымақтық сияқты. Біз әр түрлі жетістіктерге жеткен әр түрлі адамдармыз. Сондықтан ынтымақтаса отырып кедергілерді бірге жеңейік, деп жазды Бақыт Шадаева. Айта кетейік, осыған дейін Бақыт Шадаева Базарлайк бағдарламасына берген сұхбатында Димаш Құдайберген жайлы пікір білдірген болатын.